Бұл кімнің үйі? Жұмағұлдікі. Жасай берсін Жұмағұл. Не жұмыс істейді? Қой бағар. Қойлары көбейе берсін. Шешең үйде ме? Үйде жоқ, фермаға кетті. Солай де. Үйде қымыз бар шығар, ә? Сенің атың кім? Дәулет. Жақсы ат екен. Әдемі ат. Менің де атым Дәулет. Мұндай аты жақсы адам әсте өтірік айтпайды. Қымыз бар ғой, ә? Бар. Тамаша. Үйге кірейік, қожайын. Әхеу! Қожа, жүр! Үй иесі ренжіп жүрмесін. Жүр. Дәмнен үлкен емеспіз ғой. Бәрекел, сен өзің жомарт екенсің. Пел ниетің ризамыз. Міне, мынаған кәмпит алып жей ғой. Бұл ақшаға ине сатып алуға бола ма? Мамам айтып еді, ине таусылып қалды деп. Бұл ақшаға мыңда бір ине сатып алуға болады. Үлкен қазан, шешеңе су жаңа орамал, әкеңе мылтық келеді. Ет жесіндер ме? Әкеле бер, бәрін әкел. Қожекем, төреші көсіліп дем алатын болдық. Тағы ақша бересің бе? Не? Тағы ақша бересің бе? Ой, сөз бекен. Ақшаны төбеңнен жаңбырша жауғызамын. Оп! Бере бер, береке бер. Не берсең, қайырмен бер. Баянды бақыт бер, басқа амандық бер. Басқа адалдық бер. Ырыздығың үйден, абыройың түзден болсын. Өмірің көңілді, еңбегің өнімді болсын. Не тілесең, тілегіңді берсін. Әумин. Алла тағала баршаңызға пайдалы білім берсін. Алла тағала басып келген қадамдарыңызға берекет берсін. Алла тағала құрбан айтқа аман есен жетіп, өзі разы болатындай дәу малдардан шалуды Алла біздерге нәсіп етсін. Арафатта тұрып Аллаға құл болып, құлшылық қылып, дұға қылуды нәсіп етсін. Алла тағалам, Раббым Алла тағалам, елге жерге амандық бер.